Қайырлы күн, сіздермен тағы да мен Ерасыл. Алдында айта кеткендей, сату бөлімін құрумен айналысамын. Бүгінгі тақырып біздерде скрипт. Скрипт бұл менеджерлардың былайша айтқанда құралдардың бірі. Өйткені сізге жаңадан стажерлар келеді, жаңадан адамдар келген уақытта көп жағдайда кездеседі, олар не сатып жатқанын түсінбейді мүлдем, қандай продукт екенін білмейді, қандай сұрақтар қою керек екенін, қалай клиентті жабу керек екенін білмейді. Бұл жерде скриптті сіздің жазудың бірнеше түрі бар. Бірінші түрі, ең маңыздысы, қазір бізде отдел продаж болмағаннан кейін сіздер өздеріңіз пример ретінде жазып тастасаңыздар болады. Пример өздеріңіз там. Өйткені скрипт бірден идеальный болып кетпейді. Ол скрипт әрқашан өзгеріп тұрады, әрқашан жаңалап тұру керек, жаңадан жасап тұру керек, скриптті өзгертіп тұру керек. Сол себепті бастапқыда просто пример ретінде жазсаңыз болады. Одан кейін уже мықты бір менеджер болуы мүмкін, арасынан әдемі сөйлейді, неше түрлі сөздерді қолданады, продажауда өте көп менеджерлар болуы мүмкін. Сол менеджермен ақылдаса отырып, менеджермен бірге жұмыс жасап, скриптті бірге жазып шықсаңыздар болады. Менеджермен скрипт жазсаңыздар болады, Енді скрипт жазу үшін бізде продажаның өзіндік бір алгоритмдер бар. Сөйлескен уақытта 7 алгоритмнен тұрады, жаңағыдай. Алгоритм деп айтса болады, 7 техника, әртүрлі. Бұл жерде дайындық, сәлемдесу, қажеттілік, презентация, потом возражение, сатып алуына көмек, и сарафан. Так, сіздер скриптті осы бойынша жазсаңыздар болады. Например, дайындық, менеджердің ішкі дайындығы. Сөйлесетін алдында күліп отыр, күліп баста, одан кейін тік отыр, алдына суын алып ал деген сияқты, тамағы қырылып қалған кезде деген секілді. Сол нәрсенің барлығын ескеретін. Дайындық ол менеджердің ішкі дайындығы. Звонок бастамас бұрын. Одан кейін уже клиентпен контакт орнатып бастағанда ең бірінші сәлемдесіп, қай жерден екенін айту. Мысалға, сіздер видеоны көрген уақытта мен сіздерге айттым, есімім Ерасыл, осындай отдел продаж құрумен айналысамын деген секілді сол нәрселерді айтып өттім. Сол секілді бұл жерде де менеджерлер қайдан хабарласып тұрған және амандасу арқылы бірден түсіндіру керек қайдан. Өйткені қазіргі таңда қазақтарда не көп, кредит әртүрлі қарыздар көп. Содан мысалы сіз хабарласып қалатын болсаңыз, сіздің менеджеріңіз хабарласып қалатын болса, клиент шошып кетуі мүмкін, қай жерден хабарласып отырсыңдар, не істеп отырсыңдар деген кезде ол сәлемдесіп бірден. Қайырлы күн, есімім Ерасыл, сізге осындай сату бөлімінен хабарласып тұрмын. Осындай компаниядан кеше сіз біздің вебинарды көрген екенсіз, номеріңізді өзіңіз қалдырған екенсіз деген нәрселерді айтып кетеді. Одан кейін қажеттілігін анықтау, клиентке жаңағындай сұрақ қоямыз. Қандай себеппен қатысыз, қандай мақсатта, есіміңіз кім болады, қай қаладан боласыз, уже былайша айтқанда контакт орнатып, оның қажеттілігін, яғни ол кісінің бойлдарын анықтау. Ақша табу, путешествовать ету, әлем аралау, ата-анасына бірдеме алып беру, сыйлық алып беру, достарының арасында кем қалмау, солардың бірдей жүру деген секілді қажеттіліктерін анықтайтын боламыз. Одан кейін уже презентация. Оған жаңағындай презентация береміз, компаниямыз жайлы, біздің өніміміз жайлы, кеше біз не нәрсе айттық, сол нәрсенің барлығын уже түсіндіріп айтатын боламыз. Одан кейінгісі уже 5-ші возражение. Оның күмән шағындармен жұмыс істеу. Өйткені кез келген адамның ойында күмән шағым болады, ол шынымен де нәтиже алып келе ма, қолымнан келе ма, мен жасай аламын ба деген нәрселерін күмән шағымдар ол сіздерге міндетті түрде айтатын болады. И одан кейін ол күмәндар егер де жасалынбай қалатын болса, обработка болмайтын болса, ол күмәндармен ол сізге не нәрсе айтады, барлығымыз жақсы көретін, ақшам жоқ, ойланамын, қымбат, ақылдасамын, білмеймін, ертең қатсам, оны ары күні қатсам деген секілді әртүрлі сіздерге сылтауларды айта береді. Сол себепті ең біріншіден возражениясын жауап үйреніп алу керек. Ал возражениені жабу үшін сіз оның нақты күмәндарын ашып сұрап алуыңыз керек. Мүмкін ол компанияға сенбей тұруы мүмкін, мүмкін ол сізге сенбей тұруы мүмкін, мүмкін ол өзіне сенімсіз болуы мүмкін деген секілді оның ішкі шынымен де возраженияларын ашып, күмәндарын ашып шығарып алуымыз керек. Одан кейін сатып алуына көмектесу. Бұл жерде уже қандай банкпен төлеген ыңғайлы, сізге қазір одобрение жіберемін, Каспидан 24 айға бөліп төлей аласыз деген секілді сатып алуына оны көмектесеміз. Одан кейін сарафан, бір клиенттен бірнеше клиент алып келеді. Егер де ол шынымен де нәтиже көріп, шынымен де жақсы табыс тауып, немесе сіздің өніміңіз жайлы денсаулығы жақсарып,
барлық керемет болып жатқан уақытта оған уже сарафан тартуды үйретеміз. Одан кейін ең маңыздысы бұл жерде скриптті жазбас бұрын үш не сатамыз деген нәрсеге жауап беру керек. Сол кезде уже менеджеріңізде сізде барлығын біз не сатып жатырмыз. Мүмкін сіздің продуктыңыз там Инстаграмнан табыс табу болуы мүмкін, Инстаграмнан табыс табу. Бірақ сіздің товарыңыз там біріншіден байлықты сатады, например. Одан кейін екіншіден достардың арасында пон, типа мен оқып шықтым, осындай болдым. И үшіншісі жаңағындай там саяхаттау, саяхаттап жүріп Инстаграм арқылы табыс тапқысы келеді. Осы үш нәрсеге арналуы мүмкін. Байлық, понт, саяхат деген сияқты. Бұл өзгере береді. Бұл обязательно барлығына байлық, барлығына понт, барлығына саяхат деген нәрсе емес. Бұл жерде әр продуктқа әртүрлі. Мысалы, сіз диетаға байлықты сата алмайсыз, диетаға сіз понтты сата алмайсыз деген сияқты әртүрлі. Диета арқылы сен саяхаттайсың деген сияқты нәрселер өтпейді. Мысалы, сіз диета арқылы әдемі дене, немесе там күйеуіңіздің сізге деген көңілі деген секілді әртүрлі үш не сатамызға жауап берсеңіз, сіз сол кезде өзін түсінетін боласыз, және де сіздің менеджерларыңызда бірден түсінетін болады. Біз клиентке не нәрсені сатып жатырмыз деген сұраққа жауап алатын болады. Скриптті жазған уақытта ең бастысы осы нәрселерді назарға алсаңыздар өте керемет болатын еді. Так, одан кейін осы арқылы сіздер скриптті жазып аласыздар. Міне осы алгоритмдар бойынша, одан кейін не сатамыз деген сұрақтарға жауап бересіздер деген секілді. Сол скрипттарды жазып алғаннан кейін уже сіз дайын менеджерларға қолдарына беретін боласыздар. Скрипт негізінен примерно 10 мен 20%-ға менеджерлардың өнімділігін арттыратын құрал болып табылады. Дұрыстап егерде жақсылап жазатын болсаңыздар, менеджерлардың қолдарында кәдімгідей өздерінің құралдары болатын болады. Енді скрипт жазудың біз сіздерге арнайы шаблондарын дайындап қойдық. Бір 3-4 түрлі шаблондар бар. Әртүрлі техникалар қолданылған. Жаңа возражение жабатын барлық ақшам жоқ деген возражениелердің барлығын жабатын арнайы сөздердің барлығын біз дайындап қойдық. Ол шаблондардың барлығы бізде осы сабақтың астында тұрады. Сол сабақтың астынан көріп, қарап өздеріңізге қолдансаңыздар болады. Енді үй жұмысы, енді кез келген білімді біз қолданбайтын болсақ, оның ешқандай пайдасы жоқ. Сол себепті осы шаблондар бойынша өзіңізге кішігірім болсын скрипт жазып алғандарыңыз өте жақсы болады. Сол себепті бүгінгі үй жұмысы сіздерге арнайы скриптті жазып алу өте маңызды. Осы скрипт арқылы сіздер уже жақсылап продажаларыңызды көбейте берсеңіздер болады. Тағы да айтып кететін нәрсе, ол скрипт қатып қалған дүние емес, болды өмір бақи осылай сатамыз деген нәрсе емес, әртүрлі өзгере береді. Сол себепті ол нәрсеге дайын болыңыздар. Сіздермен болған Ерасыл, сіздерге рахмет. Болашақта кездескенше қош сау болыңыздар.